Ассалаумағалейкум достар. Бүгін сигнал жалғауды көрсететін боламын. Қалай кнопкаға, қалай сосын штатныйға жалғауға болады көрсететін боламын. Бізде 30 аккумулятордан алынатын болады. Силовое питание. Жерде предохранитель қоямыз. 15 ампер болса. Сосын 85 тоже плюс береміз. Мына жақтан предохранительге дейін 86 бізде кнопка болады, замыкающий. Оның басы минус болады. Яғни мына жақтан минус келеді, мына екеуіне плюс болып тұрады. Сосын мына клаксон қашады. Төмен осылай деп сызсақшы сигналды. И бұның екінші аяғы минус болады. Жалғап көрсететін боламын барлығын. Жаңағыда айтып отқандай 30-85-ке біз плюс беретін боламыз реледен. Ол бізде плюс. Жалғайтын боламыз. 30-85-ті біз плюске жалғап қойдық. Енді 86-ға кнопка жалғау керек біз. Мындай фиксация дейді. Сонда кнопка керек болады бізге. Кнопканы жалғадық. Міне бір аяқ релеге кетіп тұр. 86 аяғына, екінші аяғына біз масса бердік. Басқан кезде реле шолып кетіп жатыр. Команда барып жатыр. Мына жақтан питание бар бізде кіріс. Менде сигнал жоқ, мынандай клаксон бар. Соны жалғайтын боламыз, көрсетейін. Жаңағы схема бойынша міне 30-85 плюс болды бізде. 86 масса минус, яғни кнопкадан келеді. 87 бізге сигналға шықты. Сосын сигналдың екінші ножкасын біз минусқа бердік. Мына жерде қазір минус күтіп тұр. Релеге команда береміз. Минус арқылы жұмыс жасайды.